Саламатсыздар ма оқушылар? Кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін пәніміз география пәні. Бүгінгі сабақта өтетін тақырыбымыз табиғи аймақтық кешендердің түрлері. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша сипаттайды. Сабақтың мақсаты әртүрлі деңгейдегі табиғи аумақтық кешендерді жоспар бойынша сипаттауды үйрену. Бағалы критерийі табиғи аумақтық кешендерді сипаттау жоспарын жасайды. Табиғат зонасы мысалында табиғи аумақтық кешенге сипаттама береді. Табиғат аймақтық кешендер дегеніміз өзара күрделі байланыста әрекет ететін табиғат компоненттерінің өзіндік ерекшеліктерімен көзге түсетін жер бетінің бір көрінісі. Табиғат кешен құрамына кіретін табиғат компоненттері: күн радиациясы, жергілікті жердің географиялық ендігі, жер бедері, климаты, топырағы, өсімдігі, жануарлары кіреді. Сонымен балалар, табиғи аумақтық кешендердің туралы біз алдыңғы сабақта қарастырған болатынбыз. Енді табиғат аумақтық кешеннің қандай бір-бірімен айырмашылығы бар? Бірінші, ол жер бетінің шағын аумағын алып жатады, ол жергілікті деп аталады. Олар жыра, көл, өзен, аңғары, тегіс, шығанағы мысалға келтіруге болады. Екінші, кейбірі жердің бүкіл аумағы деңгейінде үлкен кеңістікті қамтиды. Ол аймақтық деп аталады. Олар жекелеген материктер немесе табиғи зоналар, орман зоналары немесе шөлейтті зоналар. Мысалға, экваторлық белдеудің мәңгі жасыл ылғалды ормандарды табиғи аумақтық кешенге жатқызуға болады. Үшінші топ ғаламшардың үлкен бөлігін құрайды. Сондықтан ғаламшарлық деп атайды. Литосфера, гидросфера, атмосфера және биосферамен белсенді түрде және ұзақ уақыт өзара әрекеттесетін жердің бүкіл беткі қабаты гидросфералық қабат деп аталады. Барлық шағын табиғи аумақтық кешендер ірі кешендер құрамына кіреді. Жердің беткі қабатында олар табиғи аумақтық кешендердің үздіксіз желісін құрайды және бүкіл ғаламшарлық құрылым географиялық қабық деп атайды. Табиғи аумақтық кешендер де өте көп. Олар көлемі жағынан да, құрамы жағынан да бір-біріне ұқсамайды. Олардың арасында зоналдық және азоналдық табиғи кешендер бар. Зоналық табиғи кешендер ендік зоналар құра отырып, экватордан полюске қарай бір-бірін алмастырады. Олар батыс-шығыс бағытында кең жолақтар түрінде созылып жатады. Олардың орналасуында экватордан полюске қарай симметрия көрінеді. Экваторда және тропиктерде күн сәулесі көбірек және онда климат ыстық. Тек экваторда ғана ылғал көбірек. Тропиктерде күн құрғақ, экватордан алшақтаған сайын ауа температурасы төмендейді. Сондықтан жылу сүйгіш өсімдіктер суыққа төзімді өсімдіктермен алмасып отырады. Солтүстік және оңтүстік полюске жақын облыстарда климат өте суық болады. Сондықтан арктикалық, антарктикалық белдеулерде өсімдіктер мен жануарлар әлемі жұтаңдау. Зоналдық түрткі жайттарға климат, күн радиациясының саны, жылу мен ылғалдық арақатынас жатады. Табиғат аумақтық кешендердің алуан түрлі болуының өзге бір себебі олардың секторлығы. Бұл мұхит жағалауынан материкке тереңірек бойлаған сайын өсімдіктер, топырақ түрлері, жануарлар әлемінің заңды ауысуы. Мұхитқа жақындаған сайын климат ылғалдырақ болады, ал алыстаған сайын құрғақ болады. Егер белгілі бір аумақ климатының теңіз климатының айырмашылығы болса, ол континенттік климат. Материктердің ішкі аудандарының климаты құрлықтық болады. Теңіздік құрлықтық континенттік климатқа ауысуы біртіндеп жүреді. Олардың қоңыр салқын және
күрт құбылмалы климат деп бөледі. Климаттардың ішкі климаты құрғақ болғандықтан тез қызады, бірақ тез суып кетеді. Сондықтан температураны тәуліктік және жылдық амплитудасы айтарлықтай болады. Тез ауысуының амплитудасы азырақ бөлінеді. Әдетте ылғал ұзақ қызады, бірақ жылуды ұзақ сақтайды. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша тапсырмалар орындаймыз. Алдарыңызда Қазақстан табиғат зонасының кестесі берілген. Яғни, бұл кестеде бос тұрған шаршыны толтырасыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарға назар аударайық. Оқушылар, тапсырмаларымыздың дұрыстығын тексеріп болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма оқу тапсырмасы. Облыс аумағында кездесетін табиғат зоналарына сипаттама беру. Әрқайсымыз өз облысымыздағы табиғатымызға сипаттама береміз. Дескриптері: табиғат зонасын анықтайсыздар, климат типін анықтайсыздар, топырағын анықтайсыздар, өсімдігіне мысалдар келтіресіздер, жануарлар әлеміне мысалдар келтіресіздер. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.